Сәлеметсіздер ме, менің құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздерге өте керемет болып шығатын пирогты үйрететін боламын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып ыдысымызға саламыз. Қантымызды салып араластырамыз. Өсімдік майын құямыз, сары майды құйып араластырамыз. Енді қопсытқышымызды саламыз. Ас содамызды саламыз. Кішкене тұз салып жібереміз. Сүтімізді құямыз. Ұнымызға какаомызды салып араластырып аз-аздан саламыз. Жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде түйіршіктер болмау қажет. Жақсылап араластырып болғасын бір ас қасық уксус құйып жібереміз. Енді формамызға саламыз. Бетін әдемі етіп тегістеп шығамыз. Енді қызып тұрған пешімізге 150 градуста шамамен 30-40 минут пісіріп аламыз. Мінекей дайын болды. Арасын осылай зубочисткамен тексеріп аламыз. Енді бетіне глазур құямыз осылай шоколадпен. Менде ерітілген шоколад. Бетіне осылай орехпен әсемдеуге болады. Астарыңыз дәмді болсын.